Біз не үйрендік? Бақылауды, Жақсы. дыбыстауды және емеурінді. Иә, және ең маңыздысы не? Эмоциялар. Дұрыс. Сонымен жанкүйерлердің не істетінін білдің. Сені тыңдап көрейін. Алақай, Той, осындай жанкүйер болмақсың ба? Қаттырақ, алақай, қаттырақ, алақай, қаттырақ! алақай. Қатты айғайладым ба? Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі, Мейірім, жүрекпен сыйларсың бізге. Түрлі оқиғаның. Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, біз болайық бәріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Әуезді кемпір қосақ, 16 бөлім. Алақай. ал енді бірінші кезеңге өтеміз. Екінші кезең. Жарайсың. Үшінші кезең. Әуезді кемпір қосақ. Соңғысы. Қыздар, мұна кітаптардың бәрін реттесіп жібергендерге рахмет. Демалыс күндері. Рейнбоу Дэш, сен бәрінен асып түстің, Қалай, қолымнан келе ме? Кешіріңдер, бикештер. Бірақ барынша тырысуға болар еді. Негізі, өте жақсы өнер көрсеттің. Бұлттарды айналдырғаның маған қатты ұнады. Өзімді айтып тұрған жоқпын. Сен айтам, сен жаман жанкүйерсің. Не үшін ренжісіп тұрсыңдар? Біз ренжістік пе? Кешірші. Менімен бірге Клаузделге бара алмайтындарың өкінішті. Сол жерде жас пырақтар жарысы өтеді. Ол не? Ерекше қабілеттерін көрсету үшін ең мықты пырақтар жиналады. Жылдамдық. Әсемдік. Сол жарыста қалай өнер көрсететініңді көргім келеді. Иә, жарысты көре алмайтындарың өкінішті. Флаттершай жақсы құрбы болғанымен жанкүйер болу қолынан келмейді. Мен әуезді кемпір қосақты көргім келеді. Ол өте ғажайып құбылыс. Бірақ мен оны көрген жоқпын ғой. Мейлі, ол әуезді кемпір қосақ қой. Қызықты екені атауынан белгілі. Әуезді кемпір қосақ деген не? Сен жиірек саяхаттауың керек. Сонда әйгілі әуезді кемпір қосақ жайлы білер едің. Рейнбоу Дэш бар жылдамдықпен зулаған кезде, дыбыстар шағылсатта сол сәтте кемпір қосақ пайда болады. Және бұл әдісті тек Рейнбоу Дэш жасай алады. Бұл баяғыда болды ғой. Ол кезде тым кішкентай болып едім. Иә, бірақ бәрібір сол әдісті көрсетесің ғой, иә? Әзілдеп тұрсың ба? Мен бүкіл Клаудсдейлдегі ең қабілетті понимін. Ұйықтап жатып, әуезді кемпір қосақ жасай алам. Мәссаған, егер олай істей алсаң, алтын алқа алатының сөзсіз. Бас жүлде иесі Уандерболстың жанында бір күн болады. Күні бойы қаһармандармен бірге ұшқым келеді. Армандар орындалады. Алақай. Менің демалуым керек. Білесіңдер ғой, қатты шаршауға болмайды. Ал сен керісінше жаттығуларды жалғастыр. Жанкүйер менің жоғарғы дәрежеме сәйкес келуі керек. Бұл әдісті қайта-қайта орындауға тырыстық, бірақ орындай алмады. Оны сергітуге менің қолдауым жетпей тұрған сияқты. Жарайды, қайтадан жинастыруымызға тура келеді. Бастайық. Қане? Не істейін? Біз қанатсыз понимыз. Клаудсдейлге бару үшін сиқырлы сөзді табу керек. Оның қалай күйгелектенгенін көрдің бе? Күйгелектенді деймісің, қателесіп тұрған жоқсың ба? Оның шоу оркестрдікінен де асып түсті. Рейнбоу Дэш сондай. Өтінем. Мен сахнада қобалжымау үшін бірнеше сағат көрсетілімін ұйымдастырдым. Қолымыздан келгенше тырысып, онымен бірге баруымыз керек. Қане?
Мына ретсіз кітаптардың арасынан сиқырлы сөзді қалай табам? Ұшуға көмектесетін сиқыр ма? Қазір 27-ші бет. Оны қайдан білдің? Рейнбоу мені шкафқа лақтырған кезде бетіме құлады. Міне, 3 күн бойы понилердің ұшуына көмектесетін сиқырлы сөз. О, бұл оңай емес сияқты ғой. Қолымнан келе қояр ма екен? Тым құрыса тырысып көрсеңші. Жарайды, бірақ ол үшін біреуіңе сынап көруім керек. Маған сына. Рейнбоу Дэш үшін бәріне дайынмын. Бастадық. Қолымнан келді-ау деймін. Сенімді жүруді үйренуің керек. Флаттершай, қорықпай сөйлей бер. Тоқтай тұр. Бұл не тағы? Бұл біздің ескі досымыз Рейнбоу Краш. Ұшу мектебінен тағы қуып жіберді ме? Ешқандай мектептен қуған жоқ. Мойындасаңшы, Рейнбоу Краш. Ұшу мектебінде ереже көп. Ұйықтайтын уақыт татымас. Сенің ұйқың қанбайды. Одан әуездік кемпір қосақ туралы сұрашы. Мұның бәрі ескі ертегілер ғой. Сенің қолыңнан ештеңе келмейді. Қазір бәрін өз көздеріңмен көресіңдер. Ой, кешіріңдер, мен сенімді жүруді үйреніп жүрмін. Ол әуезді кемпір қосақ жасайды, көресіңдер. Көрсет алмайды. Әуезді кемпір қосақ жоқ. Ендеше Клаудсдейлге келіп өздерің көріңдер. Қолдарың бос болса. Алаңдама. Әрине, біз келеміз. Кездескенше, Рейнбоу Краш. Көрдің бе, мен сенімді сөйледім. Ой, олар дұрыс айтады ғой. Қолымнан ештеңе келмейді. Бірақ Рейнбоу Дэш, жаттығу кезінде 1000 рет жасай алмасаң да, оны алаңда жасауың мүмкін ғой. Сабырсыз, даурыққан, мазасыз жанкүйерлердің алдында. Өзің ойлап қарашы. Енді қайттым. Сәтсіздікке ұшырағанымды бәрі көреді. Wonderbolts мені өз тобына алмайды. Ал Селесте қаншайым мені мәңгі жасыл орманға жібереді. Жеткен жерім осы. Кемпір қосақ? Иә, ол өте сирек жасалатын әдіс деймін. Рерити? Рерити, сен бе? Сен ұшып жүрсің бе? Мен ұшалам. Қанаттарым әдемі, е? Мұны Твайлайт жасады. Қатты риза болып тұрмын. Несіне таңғаласыңдар? Біз сүйікті понимізге қолдау көрсетуіміз керек қой. Біз? Мен бұған сен алмай тұрмын. Неткен ғажап. Қандай керемет. Ұшып келісіңдер ғой. Иә? Тоқтаңдар. Мұны қалай істедіңдер? Бұлттарға тек пырақтар ғана жете алады. Тамаша, солай емес пе? Мен уақытша қанат бітіретін сиқырлы сөз таптым. Бірақ ол тым қиын екен. Сондықтан жеңілдеу сиқыр жасадым. Сөйтіп осында келдік. Біз сені қолдау үшін келдік. Шынымды айтсам, алаңдай бастағанмын. Аздап алаңдадым. Бірақ сендерді көргеннен кейін арқамнан ауыр жүк түскендей болды. Ей, жарысқа дейін әлі уақыт бар. Флаттершай екеуміз сендерге Клаудсдейлді көрсетейік. Міне, аспандағы ең әсем қала. Көптеген ұлы пырақтар Клаудсдейлден шыққан. Күте тұрыңдар. Қанаттарың әдемі екен. Рахмет. Қанаттарыңда байлар, Рерити. Олар жұқа өрмекші тормен таңғы шықтан жасалған тым нәзік. Алаң болма, Твайлайт. Жұрт көзіне түскеннен бүлініп қалады деп ойламаймын. Ақыр осында келдік, ауа райының қалай жасалатын көргім келеді. Табылған ақыл. Қане қыздар, ауа райы фабрикасына барайық. Мұнда қар түйіршіктерін жасайды. Әрбір қар түйіршігі қолдан жасалған. Көріп тұрғандарыңдай, бұл оңай шаруа емес. Мына жерден қар түйіршіктері әдемі көрінеді екен.
Қане тездетейік. Асығуымыз керек. Тездетейік сияқты. Иә, қане тезде. Рерити қыстың шырқын бұзбай тұрғанында бұл жерден кетейік. Мына жерде кемпір қосақ жасалады. Ашсынай! Иә, кемпір қосақтың дәмі де жақсы емес. Мәссаған! Мұндай әсем қанаттарды қайдан алдың? Менің де алғым келеді. Иә, себебін түсініп тұрмын. О, қараңдар, мынау Рейнбоу Креш қой. Иә, Рейнбоу Креш. Рерити, олармен неге сөйлесесің? Оларға менің қанатым ұнап қалды, Рейнбоу Дэш. Иә, әуезді кемпір қосақты ұмыт. Өзіңе осындай қанат тауып ал да жайыңа жүр. О, қыздар, бұлттардың қалай жасалатынын көрейікші. Оларды тыңдама. Бұл жарыста сен жеңесің, мен сенімдімін. Бұл мазағың ба? Мен әуезді кемпір қосақты жасай алмаймын. Мына ескі тозғы жеткен қанаттарға қарашы. Жеңілетін болдым. Қандай керемет. Қанатыма таңғалып тұрсыңдар ма? Жарайды, ұялмаңдар. Мені суретке түсірулеріңе болады. Рерити, біз Рейнбоу Дэшке қолдау көрсетуіміз керек. Түсіндің бе? Қанаттарыңды түсір, мақтана берме. Мұндай ғажайып нәрсені түсірдеуге қалай аузың барады? Ғажап! Қандай сұлу. Қандай әдемі. Рейнбоу Дэш, саған не болды? Түрің бұзылып кетті ғой. Әрине, несіне таңғаласың? Бәрі Реритидің әсем қанаттарына таңғалады да, жарыста менің қалай сәтсіздікке ұшырағанымды көрмей қалады. Ей, маған бір ой келді. Сен жарысқа қатысуың керек. Иә, мен күні бойы саған тамсанып қарар едім. Бұл жерде қанаттарын дәл мен сияқты басқара алатын бірде-бір пони жоқ. Тіпті... Не? Мәссаған. Қандай әдемі? Енді қайттым. Мен енді мүлде жеңе алмайтын болдым. Керемет шоу болады шығар. Иә, ерекше тамаша кеш болар. Олар дайындалып жатыр. Қане жүріңдер. Мен сәлден соң шығам. Ханымдар мен мырзалар, өтінем, орындарыңыздан тұрып, біздің сұлу ханшайым Селестияны қарсы алыңыздар. Wonderboltsқа лайықты ең қабілетті пониді таңдайтын әділ қазылар алқасымен таныстырайын. Ал енді, бүгін кімнің бас жүлдемен оралатынын анықтайық. Ең таңдаулы жас бірақ кім болар екен? Сонымен бірінші қатысушы сенің кезегің. Екінші нөмірлі қатысушы баста. Алға, уақытты қыз. Осыған айтып тұр. Мәссаған, мен айтыпты ғой. Сонымен төртінші нөмірлі қатысушы алға. Төртінші нөмір менде, бірақ маған тағы 1 минут уақыт керек. Өтіне менің орныма басқа біреуді өткізе салыңызшы. Тыңда, қазір маған кім шықса да бәрібір, бірақ біреу өнер көрсету керек. Мен барам. Не істесем екен? Маған 7-ші номер ұнады. 15 рет айналу оңай емес. Ал маған 10-шы нөмір ұнады. Ол өте әдемі. Ал Рейнбоу Дэш пен Рерити неге әлі өнер көрсетпей жатыр? Жарыс аяқталатын болды ғой. 15-ші нөмір алға. Рерити, дайын. Тыңдаңдар, қыздар, сендерге не айтарымды білмеймін, бірақ өнер көрсететін уақыт аз қалды. Екеуіңде ұшамыз десеңдер, бірге өнер көрсетесіңдер. Сонымен Рейнбоу Дэш, ұшамыз ба?
Сонымен соңғы айналым 15-ші нөмірлі қатысушы және 4-ші нөмірлі қатысушы. Рейнбоу Дэш, Рерити, Сәттілік тілеймін, Рейнбоу Дэш. Оларға бар өнеріңді көрсек, әуенді рұқсатсыз өзгерткеніме ренжімейтін шығарсың. Рок-н-ролл менің қанаттарымен мүлде үйлеспейді. Қане, Рейнбоу Дэш, сенің қолыңнан келеді. Тек ретін ұмытпасаң болғаны. Бірінші кезең. Жарайсың, Рейнбоу Крэш! Енді екінші кезең. Қараңдар, екінші кезең сәтті орындалды. Ал енді ғажайып көрініс. Мен күнге қарай ұшып, әсем қанаттарымен бүкіл Клаудсдейлді нұрға бөлеймін. Олар мұны ешқашан ұмытпайды. Соңғы мүмкіндікті пайдаланып бәрін өзгертуім керек. Үшінші кезең. Әуезді кемпір қосақ. Қане қанаттарым, мен ұятқа қалдырмаңдар. Маған тамсана қара, Эквестрия. Бұл мен, Реритимін. Ғажап. Мүмкін емес, оның қанаттары өртеніп кетті. Шыдар, Рерити, мен ұшып келем. Көргім келмей. Әуезді кемпір қосақ пайда болды. Ол дегеніне жетті. Жарайсың. Мәссаған. Мен жасадым. Дұрыс айтасың. Рахмет саған, Рейнбоу Дэш. Сен мені құтқардың. Айтпақшы, ол да бар екен ғой. Бұл ең қуанышты күн. Әлгі әсем қанаттармен шектен тыс мақтанғаным үшін бәріңнен кешірім сұраймын. Оным дұрыс болмаған тәрізді. Біз сені жақсы көреміз. Бәрінен де сен сонша дайындалған жарысқа қатысуға бел буғаным үшін қатты ұялам. Күндердің күнінде мені кешір аласың ба? Ой, ештеңе етпейді. Соңында бәрі ойдағыдай болды. Тек Вандерболстармен сөйлесе алмағаным өкінішті. Масаған! Сен бізді құтқарған понисің бе? Сенімен кездесіп алғыс айтқымыз келіп еді. Масаған! Ханшайым. Сәлем, Twilight Sparkle. Және достарыңа да сәлем. Селестия ханшайым, жарыстың шырқын бұзғаным үшін кешіріңіз. Білесіз бе, меніңше бас жүлдеге Рейнбоу Дэш лайық. Мен бәрін білем қымбаттым. Сондықтан ерен ерлігімен әсем әуезді кемпір қосақты жасаған үшін Эквестрияның таңдаулы жас бірақ атағын биылғы жылдың жеңімпазы Рейнбоу Дэш Бекешке беремін. Сонымен, Twilight Sparkle, бұл хикаядан достық жайлы не білдің? Ханшайым, меніңше Рерити менен көбірек білетін сияқты. Дұрыс айтады.
Қай кезде болмасын, достарыңа сүйеніш болудың қаншалықты маңызды екенін түсіндім. Керемет. Жарайсың, Рарити. Бұл расымен де ең қуанышты күн. Эй, Рейнбоу Краш. Дэш! Я, кешір, Рейнбоу Дэш. Біз сені керемет жеңісімен құттықтағымыз келеді. Өзді кемпір қосақты керемет жасадың. Рахмет, достар. Сосын, сені мазақтағанымыз үшін кешір. Алаң болмаңдар. Бәрі дұрыс. Эй, бізбен ұшқын келмей ме? Әлгі әдісті қалай жасағаныңды көрсетсең қайтеді? Кешіріңдер, достар. Бірақ басқа жоспарым бар. 16 бөлімнің соңы.